Бірде бір тойда жақында ғана ыстық белдеу елдерінің біріне саяхаттап оралған азамат кеуейді қабығымен соғып отырды. Әзіл қалжыңы жарасатын қасында отырған жора жолдастары оның мәнісін сұрап еді. Біз бұрын қалай жеудің мәнісін білмейді екенбіз. Мен барған шетелде осындай да осындай бұл кивиді қабығымен жегенде ғана пайдалы болатындық туралы ақпараттарды көрдім. Адамдардың барлығы осылай жеп жүрді. Демек, бұның пайдасы қабығында екен. Осы қабығымен қоса жеу керек деп сыртындағы түгімен соғып отыр. Міне, кейбір ата-аналар біздің қоғамда да бала тәрбиесінде тарихи төл тума тәжірибемізді мүлдем ескермей, барлық дүние, барлық жақсы методика, кез келген жетістікке жеткізетін мәдениет ұстанымдар шетелде ғана деп есептейді. Бұл бала тәрбиесінде үлкен ақаулар мен зор нұқсандарға алып келуі әбден мүмкін. Неге дейсіз ғой? Өйткені басқа елдің тарихи тәжірибесі, ұстанымы, мәдениеті, тіпті тарихи кешірмесі сол ұстанымға алып келген кешірмелердің өзі басқа, ойлау жүйесі басқа, ал біздегі төлтума мәдениет басқа. Көшпенді мәдениет негізінде қалыптасқан біздің ойлау жүйеміз, өркениетіміз, біздің танымымыз, ұстанымдарымыз, генетикалық кодымыз басқа. Сондықтан оларға 100% нәтиже беретін кейбір методикалар бізге мүлдем нәтижесіз қалдыруы әбден мүмкін. Бүгінде кейбір ата-аналарымыз менсінбей тасада жүрген кейбір методикаларымыз біздің бала тәрбиесінде керемет жетістікке жеткізетін жол болуы әбден мүмкін. Сондықтан бала тәрбиесінде көзсіз көшірмеге салынып, шетелде осылай екен деп бірме-бір қайталап қолдану өте қауіпті үрдіс. Тіпті ол баланың психологиясын, ойлау жүйесін бұзуы мүмкін. Ішкі қайшылықтарға, жан жарақатына алып келуі, комплекстерге ұрындыруы, немесе өзін өзі таппай қалуына әкелуі, осындай нұқсандарға жетелеп алып баруы әбден мүмкін. Сондықтан да әрбір ата-ана бала тәрбиесінде осы топыраққа кіндігіміз байланғандықтан, осы жердің төлтума тарихи тәжірибесі негізінде және шетелдің жақсы жақтарын ала отырып кешенді жұмыс жасағаны абзал дер едім.